Ерекше әрі дәмді рулеттерді бірге жасайтын боламыз. Ал кеттік, газымызға табамызды қоямыз, сары майымыз бен сұйық майымызды құямыз. Алдын ала үткіштен өткізілген сәбізімізді салып 3-4 минутқа қуырып алатын боламыз. Жұмыртқаларымыздың ақуызы мен сарыуызын ажыратып алып суыған сәбізіміздің бетіне тұз, қара бұрыш және сарыуызымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Ал ақуызымызды аппақ пена болғанға дейін миксерлейміз. Дайын ақуызымызды сәбіз қосылған массамен жақсылап араластырып алып, алдын ала пергамент қағазы төселген формамызға салып қызып тұрған 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Ал енді начинкасын жасаймыз. Творожный сыр, сарымсақ, аскөгімізді салып жақсылап араластырып дайындаймыз. Пісіп шыққан бисквитіміздің бетіне бір тегіс етіп жағып алып, алдын ала турап алған қиярларымызды қойып, рулет сияқты орап аламыз және тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Өте дәмді рулеттеріміз дайын болды. Менің инста парақшама және YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар және видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер.